Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біздің мына мына ағамыздың үйіне келдік. Ауылда мынандай бөшкелер, екі бөшкелерді шалакеден босаған соң мынандай пайдаланған. Бұларға барлығы жем салынады. Көрдіңіздер ме, мына жақта сваркіленген. Тартты кесіп алғанда, мысалы, мына пластигін кесіп алып, мына қараңыз, мына жақта мына құлыптанатын замогына дейін бар. Ұзаққа кетсеңіз, мына жақта негізі бұралады нарадан ше. Былай аштыңыз, мына жақта жем дейді. Жем салып қоясыз, бұған тышқанда кіре алмайды. Таза болады, бетін жапсаңыз, ешқандай шаң ештеңе кірмейді. Ұшып та кетпейді мына. Кәдімгі қарапайым мынандай ғой, бөшке ғой, 2 литрлік. Мына жақта екінші түр, мына барлығына әртүрлі жемдер салынады. Мына жаққа мушка салынса, мына кебек, ар жағайсына бидай. Мына мына жаққа да келсек, мына көрдіңіздер. Қараңыздар. Мына кішкентайлау істеген көрдіңіздер ме? Бұл кішкентайлау істеген анадан гөрі ыңғайлы болады. Ашқан кезде толық ашылады жақта. Мына ана жақта жемнің бір түрі тұр. Осыдан аламыз. Өте ыңғайлы да, қаптана алып салып жүргеннен гөрі. Екіншісі мынау. Мына екіншісі мынандай же. Иә, қазір. Мына жақта мынау біздің салатын инструментіміз. Адан жемді аламыз да, мысалға екеуі өзінің өлшемі бар. Содан алып мынаған саламыз. Мынау біздің жаңағы ондай ғой, ыдысымыз. Осыған саламыз да. Мына сала береміз. Осындай дамыған заман таза болады, жемдеріңіз ұшпайды, басқа қылмайды. Осыны жасасаңыздар болады, қарапайым.